Ассалаумағалейкум достар, сіздерге бүгін мен ақша табуға болатын сайттарды көрсетемін. Да ну нахер. Сондықтан видеоны до конца қарап, лайк, подпискамызды жасап қоямыз. Бірінші сайт бұл RuCaptcha деп аталады. Бұл жерде біз капча шешкенімізге ақша таба аламыз. А что, так можно было, что ли? Простой регистрациядан өтеміз, работник боламыз. Начать работу деген батырманы басамыз. Міне, осындай қателіктер кеткенге, неправильный ответке бізге бан береді. Ол үшін біз разбанить себе деген батырманы басамыз да, қайтадан капча шешетін боламыз. Осындай простой капчалар шешкенге ақша таба аламыз. Благодарю за внимание. Міне достар, мен бір капчаны шештім, 0,931 рубль таптым. Бұл жерде біз жай ғана капча шешкен арқылы ақша таба аламыз. Достар, міне кіріп қарайтын болсақ, менде 1,37 рубль жиналыпты. Бұл жерде мен жай ғана капчаны шештім. Қарайтын болсаңыз, заработанный сегодня 1,42 рубль. Бұл жерде Android-пен де, Chrome-мен де, Telegram-мен де, және Windows-тың өзімен де табуымызға болады. Бұл жерде қарайтын болсақ, приложенияның коды арқылы осы QR-кодты сканировать етіп, приложениеге тіркеп қоямыз. Мына жерде біздің статистикамыз қанша тапқанымыз және қанша капча шешкенімізде. Бұл жерде заказать выплату деген батырманы басып қарайтын болсақ, мына жерде имеющий средства 1,41 рубль. Бұл жерде заказать выплату ету үшін ақшаны тіркейміз. Кошелекте тіркейміз. Мына жерде кошелек қарайтын болсаңыздар, WebMoney 15 рубльден, мобильный телефон, міне қазақстандық кезде бар 16 рубльден бастап, бірақ 4% береді екен. Ал WebMoney'ге, VMS-ге 10% наоборот бонус беріледі. Бірақ мына жерде PR-ге шығарған өте тиімді ме деп ойлаймын. Себебі процентный ставка вообще жоқ. Бірақ 15 рубльден бастап шығара бересіздер. RuCaptcha дейтін сайт, бұл да тура солай, бірақ бұл английский. Бұл жерде Start Work деген батырманы бассақ, осындай капчалар шешеміз. Қарайтын болсақ, әртүрлі капчалар келеді. 1000 капча бұл жерде 9,31 рубль екен. Тура жаңағыдай сайттың английский версиясы, бірақ бұл жерде бізге английский капчалар сәл көптеп келеді. Міне достар, осындай капчалар, яғни бұл орысшасында емес, ағылшыншасында, яғни RuCaptcha'да орысшаныкі қымбаттырау жүреді. Себебі бұл жерде английский арналған ғой. Ал анада наоборот болады. Яғни екеуінде де языкты, мысалы иностранный языктерге көп төлейді деген секілді. Тоқтататын болсақ, қызылды басамыз. Одан кейін Start Work деген батырманы қайтадан басып, жұмыс жасай берсек болады. Ал Dashboard деген батырманы басатын болсақ, міне бұл жерде де менде 1,41 рубль жиналыпты. Ал алдыңғысын көретін болсақ, кабинет деген батырманы басамыз. Бұл жерде де 1,41 рубль жиналған. Ал енді қарайтын болсақ, бұл английскийні pending payment earning today 1,55 рубль делінген. Яғни обновать етеміз, міне 1,55 рубль. Ал мына жерде 1,41 рубль. Бұл жерде де 1,55 екен. Екі сайт бірдей, мына жерінде английский көп келеді,
мына жерінде русскийге көп келеді. Себебі мына жерде көп болғандықтан ақшасы аз келеді, ал анада аз болғандықтан кейін көп келеді. Яғни екі сайтпен де бірдей жұмыс жасай берсек болады. Мынада бітіп қалса, мынадан кіреміз. Бұл жерде де payment history деген басатын болсақ, міне 1.55 рубль бір аптаның ішіне делінген, бірақ бір аптаның ішіне емес, қазір 2-3 минут ойнау арасында 1.55 рубль таптым. Ал енді тура сондай бот деп сайттардың бірі Калачи Бабло деген сайт. Бұл жерде кіреміз, мына логин паролімізді жазамыз, қазір кіретін боламын. Нормально төлейді. Мына процентный ставка $1 дейін 1000 кәпча шешкенге. Бірақ бұл жерде совместимый браузер міне Chromium деп тұр. Сертификация бәрі X болып тұр, оны түсінбедім жөнді. Бірақ IP және состояние аккаунта все в норме деп тұр. Бұл жерде қазір қалай ақша табамыз? Мен бұл жерде қанша таптым? $0.002 тауыппын. Начать работу деген батырманы жай ғана басамыз. Яғни работа в веб-версии деген батырма шығады. Бұл жерде серфингтер, нелер английский түрінде келеді. Себебі бұл жерде сәлде болса көп төлейді. Міне $0.49 за 1000 кәпш болды. Так, Ж, X, Д. Submit деген батырманы басамыз. Міне қазірдің өзінде бір жаманы осындай достар. Апелляцияға сразу беріп тастайды, яғни отметить как прочтенный деген батырманы басамыз. Пожалуйста, пишите без ошибок, әйтпесе аккаунт заблокирован болады дейді. Одан кейін осындай кәпчалар бар. Бұл кәпчаға $1 беріледі. 1000 задания сегені. Bicycle дейді. Bicycle деген походу осындай болу қажет. Мен английский білмеймін. Көреміз, бұл да қате шығып қалуы мүмкін. Дұрыс шықты. Бұны skip деген батырманы істей саламыз, себебі бұл дұрыс емес шығады. Міне достар, осындай қиындығы жоқ. Жай ғана кәпчаны теріп жазып отырамыз. Submit. Тек уақыттарыңызды бөлсеңіздер болды. Қарайтын болсақ, правильный ответ 3 дейді. Мынау үшіншісі ғана дұрыс екен. Отметить как непрочтенную деген батырманы басамыз. Ок, кейін шығамыз. Бұл жерде де егер де көп ондай болатын болса, 5 минутқа разбан жасауымызға болады. Яғни 5 минут күтуіміз қажет. Екінші рет кіру үшін. Достар, міне сайт осылай. Бұл жерде X на паузаға қойып тастаймыз. Кейін мына жерде қарайтын болсақ, егер достар, бұл жерде кейін меню деген батырманы басып, қарайтын болсақ, финансыға кіреміз. Вывести деген батырманы қарайтын болсақ,
Міне достар, менде 0,002-23 не бар екен. Бұл жерде ақша шешу үшін минимален 495 кәпша шешу керек екен. Сол кезде біз міне $1 бастап Advocash'ке, Litecoin'ға, Internal Transfer, Capitalist, BNB, Binance, USDT, Binance'ға шығарымызға болады. $1 яғни шығара береміз. 500 кәпша шешеміз, сразу шығара аламыз. Міне сайттар осындай достар, осындай сайттардан сіздер ақша таба аласыздар. Сонымен қатар менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен жоқ болып кеттім. Последний раз 8 июльда салған болатынмын. Енді қазірден бастап жақсылап кірісе беретін боламын. Сіздермен болған менің Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал.